Жаңа конституция жобасы елдің ұзақ мерзімді дамуының негізін қалайды. Бұл жөнінде қазір ел арасында қызу талқылау жүріп жатыр. Саясаткерлер, халық қалаулылары мен ел азаматтары жалпылама пікір білдіріп, қабылданып жатқан шешімнің оң өзгеріс екеніне сенеді. Кезекті іс-шара кітапханада өткізілді. Мемлекеттік мүлде мен ұлттық ерекшеліктерді ұштастырып, жаңа реформалар жасалып жатқан елімізде жаңа кезеңдерге, нақты нәтижелерге жеткізетініне сеніміміз мол. Бағзы замандардан ұлттық тәрбиенің қуаты мен тамырымызға сіңіп алған ұстаным әрине адал еңбек. Яғни ата заңдағы әр өзгеріс ұлттық салт санадан ажырамай, жаңа заманның талап сұранысын ескере отырып жасалатынын аңғартады. Сондықтан Конституцияның тағы да бір қолдайтын салмақты тұсы әрине бұл еңбек құқығын тұжырымдауды нақтылау. Конституция жобасы азаматтардан келіп түскен ұсыныстар мен пікірлер негізіне сүйене отырып әзірленген. Нәтижесінде ата заңның барлық бөлімін қамтитын 77 бапқа өзгеріс енгізіліп, мәтіннің 84% жаңартылмақ. Қай мемлекеттің болсын конституциясы, ол сол мемлекеттің ең басты құжаты. Ең үлкен бағдарламасы да сол, ең үлкен кәдімгі діңгегі де сол, және сол мемлекеттің үлкен заңы. Мемлекеттік конституция бұл уақыты келгенде қоғамның дамуына байланысты өзгеріп тұрады. Міне біздің мемлекетіміздің де конституциясы өзгеріп жатыр. Онда ең бірінші басты нәрсе мына мемлекеттің халыққа деген қамқорлығы және үлкен әлемдік саяси жағдайда өзінің орнын айқындау. Жаңа конституция жобасында адами капиталға басымдық беріліп, білім, ғылым және инновацияны дамыту мемлекеттің басты бағыты ретінде қарастырылған. Амангелді Атабайұлы, Эльмира Көшекбай, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.